Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта біз уақытқа байланысты есептерді шығарамыз. Біріншісі, 1,6 минутты секундқа айналдырыңыз. Енді бұл жерде алдымен 1 минутқа тоқталайық. Жалпы 1 минутта бізде 60 секунд бар. Енді бұл жерде бізде бөлшек түрінде берілген 61 минут тұр, соны секундқа айналдыруымыз керек. Бұны секундқа айналдыру үшін біз 60-ға көбейтеміз. Сол кезде алдымен 60 қысқарады, 10 шығады. Яғни жауабы 10 секунд болады. Осы 10 секундқа 60 секундты қосатын болсақ, 1,6 минуттың секундтық мәні шығады. Сонда ол бізде 70 секундқа тең. Екінші, 18 секундты минутқа айналдырыңыз. Енді бұл жерде керісінше берілген бізде. 18 секундты минутқа айналдыру үшін біз сол 18-ді енді 60-ға бөлетін боламыз. 60-ға бөлген кезде екеуін де 6-ға бөлеміз. 6-ға бөлсек 3, мынаны 6-ға бөлсек 10 шығады. Сонда 10-нан 3. Бұны біз 0,10-нан 3 деп жазсақ болады. Яғни жауабы С нұсқасы. Үшінші, пойыз Алматыдан 19 мамыр күні 15 сағат 50 минутта шығып, Ақтөбеге 21 мамыр күні 10 сағат 10 минутта келді. Пойыз Алматыдан Ақтөбеге дейін қанша уақыт жүрді? Енді бұл жерде біз бірінші бастапқы шыққанын жазайық. Ол бізде 19 мамыр сағат 15:50 екен. Енді ол 20 мамыр күні сағат 15:50-де бізде толық бір күн болады. Одан кейін 21 мамыр күні сағат 15:50-де толық 2 күн уақыт болады. 2 күн уақыт дегеніміз ол бізде 48 сағат береді. Енді бұл жерде бірақ бізде жеткен уақыты 10 сағат 30 минут. Яғни 21 мамырдағы 10 сағат 30 минут пен 15 сағат 50 минуттың арасы қанша уақытқа тең, соны анықтап алуымыз керек. Мына жерде бізде 10 сағатқа 1 сағат болса 11, одан кейін 12, 13, 14, 15. Яғни бізде 15:30-да болған кезде бұл 5 сағат қосылады. Сосын тағы да 50 болу үшін 20 минут бар. Сонда біз 48 сағаттан сол 5 сағат 20 минутты азайтуымыз керек. Бұл жерде азайтатын болсақ, сонда бізде 42 сағат 40 минут шығады. Ол бізде В жауабы болады. Төртінші, Нұргүл су температурасының төмендеуін әрбір 5 секунд сайын жазып отырды да келесі кестені құрды. Судың температурасы 95 градустан 50 градусқа дейін төмендеу үшін қанша уақыт кетті? Енді бұл жерде мына бізде кесте берілген. Осы кестедегі мәліметті пайдалана отырып 95 градустан 80 градусқа дейінгі төмендеуге кеткен уақытты анықтауымыз керек. Бізде 95 градуста болған 90 градусқа дейін төмендеу үшін мына 2 минут 10 секунд уақыт кеткен. Одан кейін сол 90-нан 85-ге түсу үшін 3 минут 19 секунд уақыт кеткен. Одан кейін 85-тен 80-ге дейін төмендеу үшін 4 минут 18 секунд уақыт кеткен. Олай болса біз мына үшеуін қосатын болсақ, 95 градустан 80 градусқа дейін төмендеуге кететін уақытты анықтауға болады. Бұл жерде біз алдымен минуттарын қосып алайық. 2, 3, 4 үшеуін қосатын болсақ, бізде 9 минут болады. Енді секундтарды қосатын болсақ, мына үшеуі 30, 38, оған 9-ды қосатын болсақ, 47 секунд болады. Сонда барлығы 9 минут 47 секунд деген Е жауабы болады. Бесінші, кестеде Әсеттің қызмет істейтін мекемесінің жұмыс уақыты көрсетілген. Әсет бір аптада неше сағат жұмыс істейтінін анықтаңыз. Енді бұл жерде мынау кесте берілген. Кестеде алдымен жалпы дүйсенбі мен жұма күндері аралығындағы бір күндегі жұмыс уақытын анықтап алайық. Ол үшін біз түске дейінгісін табамыз алдымен. Түске дейін ол 8:30-да жұмысты бастайды, азанда бар. Одан кейін 12:30-ға дейін жұмыс істейді. Осы аралықта бізде 4 сағат бар. Одан кейін жұмысқа 14:00-де түстен кейін шығады да 18:00-ге дейін болады. Осы аралықта тағы да 4 сағат жұмыс істейді. Яғни бір күнде 8 сағат жұмыс істейді екен. Дүйсенбі мен жұма аралығында 5 күн бар. Олай болса біз сол 8-ді 5-ке көбейтеміз. Сонда 40 сағат шығады. Яғни 5 күнде 40 сағат жұмыс істейді. Сосын сенбі күні. Сенбі күні бізде 9:30-дан 13:00-ге дейін. Бұл аралықта бізде 3,5 сағат бар. Осы 40 сағатқа біз 3,5 сағатты қосатын болсақ, жалпы бір аптадағы жұмыс уақыт шығады. Ол бізде 43,5 сағат деген С жауабы болады.
Алтыншы, егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 20%-на тең болса, қазір сағат неше болатынын табыңыз. Енді бұл жерде жалпы тәулік бізде 24 сағаттан тұрады. Енді тәуліктің өткен бөлігін білмейміз, біз оны x деп аламыз. Ал қалған бөлігі сол өткен бөлігінің 20%-на тең екен дейді. Яғни x-тің 20%. x-тің 20%-ын табу үшін біз x-ті 100-ден 20-ға көбейтеміз. 100-ден 20-ға көбейткен кезде 20x бөлінген 100 болады. Бұны біз 0,2x деп жазсақ болады. Мынау бізде өткен бөлігі, мынау қалған бөлігі. Енді екеуін қосамыз. Екеуін қосқан кезде бізде бір тәулікті, яғни 24 сағатты беру керек. Сонда бізде мынадай теңдеу пайда болды. Осы теңдеуді шешу керек. Екеуін қосатын болсақ, бізде 1,2x шығады. Осымыз 24-ке тең екен. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 24 санын 1,2-ке бөлеміз. Сонда x-тің мәні бізде 20 сағат шығады. Яғни қазір сағат 20 сағат болып тұр. Яғни тәуліктің 20 сағаты өтіп кеткен, енді 4 сағаты қалды. Жетінші. Электронды сағат уақыты сағат және минутпен көрсетеді. Бір тәулікте бұл сағаттың көрсеткішінен мына 2018 цифрлар түгелімен кез келген ретте қатар келетін неше тәулік мезгілін көруге болады. Енді бұл жерде бізден 23 дегеніміз сағаттық бөлігі, 59 минуттық бөлігі. Мына жерде берілген 4 цифрды пайдаланып, біз осылар арқылы сағаттар мен уақыттарды құрастырайық. Бірінші бізде тәуліктің түнгі сағат 01-ден 28 минут уақыт кеткен кез. Одан кейін түнгі 2-ден 18 минут уақыт кеткен кез. Одан кейін 8-ден 12 минут уақыт кеткен. Одан кейін 8-ден 21 минут. Одан кейін 10-нан 28 кеткен кез. Одан кейін бізде 12-ден 8 минут кеткен кез. Одан кейін 18 сағат 02 минут, 18 сағат 20 минут, одан кейін 20 сағат 08 минут, 21 сағат 08 минут. Яғни бізде барлығы 10 рет уақыттарды көруге болады екен. Яғни дұрыс жауабы А нұсқасы. 8-ші. Егер сағат тілі әр күн сайын 5 минутқа қалып отырса, қанша тәуліктен кейін сағат тағы да дәл уақытты көрсетеді. Енді бұл жерде бізде сағат тілі деген сөз бар. Яғни бұл бізде мынандай ілініп тұратын тілдері бар сағатқа қатысты айтылған. Бұл жерде бізде өзі 12 сағат болады. Бұлай болатын болса, сол 12 сағатты біз минутқа айналдырып аламыз. 12 сағатты минутқа айналдыру үшін бұны біз 60-ға көбейтуіміз керек. 60-ға көбейтетін болсақ, бізде 720 минут шығады. Енді бұл 5 минуттан әр күн сайын қалып отырады. Сондықтан біз сол 720 минутты 5-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 144 шығады. Яғни 144 күннен кейін бұл дәл уақытты көрсетеді. Сондықтан Е жауабы болады. 9-шы. Ескі будильник әр 24 сағат сайын 8 минутқа кешігеді. Таңертең сағат 7:00-де тұру үшін бұл будильникті бүгін кешкі 20:00-де неше минутқа алға жылжытып қою керек. Енді бұл жерде біз берілгеніне тоқталайық. Бізде 24 сағатта, яғни ол бізде 8 минутқа кешігеді екен. 8 мо деп аласылайық. Енді айтады, ол таңертең 7-де тұру керек. Будильникті кешкі сағат 10-да қою керек. Енді ол 10 мен 7-нің арасында қанша сағат бар, оны санап шығуымыз керек. Бұл аралықта біз 22:00-ден кейін 23, 24 дегеніміз түнгі 0-ді береді. Ары қарай оған 7-ні қосамыз. Сонда 9 сағат уақытты береді. Сонда бізден сұрап тұр, 9 сағатта бізге қою үшін қанша уақыт алға жылжыту керек, соны табу үшін біз x дей саламыз. Енді ары қарай пропорцияны қолданып шығарамыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 9-ға 8-ді көбейтеміз, оны 24-ке бөлеміз. Екеуін көбейтетін болсақ 72, 72-ні 24-ке бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. Бұл бізде 3 минут уақытты көрсетеді. Яғни В жауабы болады. 10-шы. 3 сейсенбі күні бір айдың тақ күндеріне сәйкес келсе, сол айдың 21-і аптаның қай күні болады? Енді біз айдың 1-і деп жазып алайық. Сол күні сейсенбі болсын. Сейсенбіні С әрпімен белгілейік. Одан кейін 7 күннен кейін қайтадан бізде сейсенбі келеді. Яғни біз 1-іне 7-ні қосатын болсақ, онда ол 8-і күні болады.
Сосын 8-не тағы 7-ні қосатын болсақ 15 күні болады. Ол күні тағы сейсенбі болады. 15-не тағы да 7-ні қосамыз 22 болады. Ол күні де сейсенбі болады. 22-сіне тағы 7-ні қосамыз 29 болады. Ол күні де сейсенбіге сәйкес келеді. Енді есепті айтады. 3 сейсенбі күні бір айдың тақ күндеріне сәйкес дейді. Яғни бізде мына бірі тақ болып тұр, 15-і тақ және 29-і тақ. Яғни шартқа сәйкес. Енді бізде сұрап отқаны айдың 21-і. Ол 22-сінің дәл алдында келеді. Сонда бізде сейсенбінің дәл алдында келетін күн ол бізде дүйсенбі болады. Яғни дұрыс жауабы Е нұсқасы. 11-ші. Жұмысшы өз кезегін әр 5 күн сайын ауыстырып тұрады. Ол бірінші кезекшілігін жұма күні бастады. Оның 11-ші кезекшілігі аптаның қай күніне сәйкес келеді? 11-ші. Күзетші бір күн кезекшілікте болып, 3 күн демалады. Ал бірінші кезекшілігін жұма күні бастады. Оның 11-ші кезекшілігі аптаның қай күніне сәйкес келеді? Енді бұл жерде біз бірінші кезекшілігін бір деп жазайық. Одан кейін 3 күн демалады. Одан кейін оның тағы да 1 күндік жұмысқа түседі. Одан кейін тағы да 3 күн демалады, 1 күн жұмысқа түседі. Бізде дәл осылай жалғаса береді. Сөйтіп ең соңында бізде өзінің сол 1 күндік жұмысына түседі. Яғни мынау бізде бірінші кезекшілігі, мынау екінші кезекшілігі, үшінші, төртінші осылай жалғасады. Мынау ең соңындағы 11-ші кезекшілігі. Енді сол бірінші кезекшілігіндегі күн бізде жұма екен. Одан кейін бізде байқайтын болсақ, нарада 4 күн бар, нарада 4 күн бар, 4 күн бар. Осылай кете береді. Ең соңында бізде мынаның алдындағы 3 пен екеуі бірігіп тағы 4 күнді береді. Енді бізде осындай 4 күндерді санап шығатын болсақ, бізде 10 шығады. Сол 10-ды 4-ке көбейтеміз, сонда 40 күн шығады. Яғни жұма күні болатын болса, одан кейін 40 күн өткеннен кейін аптаның қай күніне сәйкес келеді, соны анықтауымыз керек. Ол үшін біз 40 күнді апта түрінде жазамыз. 40 күн дегеніміз бізде ол 5 аптаға және 5 күнге сәйкес келеді. 5 аптамыз 35 күнді береді, оған 5-ті қоссақ, 40 күн шығады. Енді бұл жерде біз 5 аптадан кейін қайтадан жұманың келетінін білеміз. Жұмадан кейін 5 күн өткен уақытта қандай күнге сәйкес келеді, соны анықтауымыз керек. Жұмадан кейін 1 күн өткеннен кейін бізде сенбі, сенбіден кейін жексенбі келеді. Бірінші, екінші. Одан кейін 3-ші күн өткен кезде дүйсенбі, 4-ші күн өткенде сейсенбі, 5-ші күн өткен кезде сәрсенбі келеді. Сәрсенбі деген бізде В жауабы. 12-ші. Тәуліктің өткен уақыты қалған уақытынан 3 есе кем. Қазір сағат неше екенін табыңыз. Енді бізде тәулікте 24 сағат бар. Енді бұл жерде мағынасына мән беретін болсақ, тәуліктің өткен уақыты қалған уақытынан 3 есе кем. Яғни бізде қалған уақыты көп болып тұр. Ал өткен уақыты аз болып тұр. Сондықтан біз өткен уақытын азын x деп алсақ болады. Ал қалған уақыты одан 3 есе көп. Сондықтан оны 3x деп алсақ болады. Енді екеуін қосатын болсақ, бізде бір тәулікті, яғни 24 сағатты береді. Екеуін қосатын болсақ, бізде 4x шығады. 4x'іміз 24-ке тең. X-тің мәнін табу үшін 24-ті 4-ке бөлеміз, 6 шығады. Яғни біздегі өткен уақыты 6 сағат, ал қалған уақытын анықтау үшін 3-ке 6-ны көбейтеміз, 18 сағат болады. Енді қазіргі уақытымыз бізде осы 6-ға сәйкес. Яғни 6:00 болып тұр.